Алдыңғы сабақта үй жұмысына қандай тапсырма берілді? Жаттау берілді. Ал енді балалар, сол жаттауды біз топ-кадр әдісі арқылы сұрағым келіп отыр. Маған айтады Оралбек Алдияр. Шу жануар, бұл менің алғашқы атқа мінгенім. Желдірмек боп атымды, қысып қалдым тақымды. Стоп, әлімсейді. Шу жануар, бұл менің алғаш атқа мінгенім. Желдірмек боп атымды, қысып қалдым тақымды. Жөнелді, қайтем екен мен енді батылдық жоқ жаңаға зәрем. Балалар бағана үй жұмысын айтқан балаларға бағалау жүргіземіз. Қазір сабақтың барысында қалың оқушылармен де жұмыс жасайтын боламыз. Жақсы ма? Мен сендерді топқа бөлетін боламын рандомна. Сол топ бойынша өзіміздің тобымызға барып, бірге жұмыс істейтін боламыз. Бүгін тапсырмаларды орындайтын боламыз. Түсінікті ма? Ал енді қараймыз тақтаға. Өзіміздің топымызға қараймыз. Бәріміз оқулықтың бетін ашамыз. Түсірген австралиялық жазушы Алан Маршалдың өмірі ерлік пен жігерге толы. 6 жасынан бастап сал ауруына шалдығып мүгедек болып қалған, бірақ соған қарамастан өзін сау адамдардың кем санамаған. Ол тәуекел ете жүріп жүзуді, атқа мінуді үйренді. Алан Маршал өзінің балалық шағы туралы "Мен шалшықтан секіріп аттай аламын" деп аталатын кітапты жазған. Балалар, біз бүгін 6 топқа неліктен бөлінді деп ойлайсыңдар? Біз бүгін 6 қалпақ әдісімен Алан Маршалдың мәтінін талдайтын боламыз. Алан Маршал деген кім? Кім маған айтып береді? Жазушы. Орныңызға тұрып жауап беріңіз, иә? Кім ол? Алан Маршал. Ол жастайынан атқа мінуді жақсы көретін, иә? Мынау бізде суретте кім екен? Өте дұрыс айтасыңдар балалар. Келесі бізде балалар, мен де атқа міне аламын деген мәтін тұр, иә? Қазір мен топ бойынша сендерге мәтіннің бөліктерін беремін. Сол топ бойынша мәтінді талдау әдісі бойынша, жақсы ма? Сол үшін қазір мұқият мен берген мәтіннің бөліктерін талдаймыз. Бәріміз бірге оқимыз осы мәтінді. Кітаптан да оқысаңдар болады. Жақсы ма? Уақытпен жұмыс істейміз. Әңгіме, мен де атқа міне аламын, иә? Алан Кішкентай кезінен бастап атқа мінуді жақсы көретін. Ол жас кезінен бастап атты мінуді ата-анам атқа мінуді жақсы көреді. өте жақсы. Қандай қиындық болды? Құлап қалсам деген ойда ол көп ойлай бермепті. Тағы да нүкте отырсын ба? Қандай қиындық болды дейді Аланның өмірінде?
дегеніміз қасымыздағы досымыз, я қасымыздағы адам. Екеуің жұп боласыздар, екеуің жұп болып, нүктеге түсіндіресіздер. Түсінікті ма? Ал енді Мирас, мәтінмен түсінгенді Ернұрға түсіндіресің. Сен Азия, Азияға түсіндіресің. Жақсы ма? Сол сияқты өзін жақсы түсініп алсын екен айтты. Дегендей сөзіне зор маңыз бере аса қалмады. Аттың бар қиығы салт атпен жүргенде ат бүйірін аяқтарымен қысып қалды. Мен Алланың іс-әрекетіне түсіндім. Ол өзіне бір нәрсе істегім келсе, соған қатысып, одан айнымау керек. Ата-ана айтса, демек оның барлығы дұрыс болып шығады. Алғаш рет қателесіп, мен мақсат мәселені өрнуге тап бекіндім. Мектептегі балалардың біріне жұлдызша дейтін ат бар. Оның иесі ары келген болып. Мен Алланың 6 жасындағыны түсіндім. Ол 6 жасындағыны атқа отыруды қатты жақсы көреді. Сосын ол бір аптадай атқа шалып жүретін. Сосын Аллах өскенде ол аттап жүретін. Сосын ол қорқатын. Мен қорқаламын. Алла атқа отыруды жақсы көреді кішкентай кезінен. Ол атқа отырып көрді. Атқа отыру қауіпті емес екенін көріп, енді атқа отыруды үйренді. Ал енді балалар, қарайықшы суретке. Айырмашылық көріп тұрмыз ба? Қай сурет? Қай шығармадан алынған? Ерназар. Екіншіде аққа. Қасиет Баянбайдың атқа міндім өлеңін талдаған болатынбыз, я? Бірінші шығарма Қасиет Баянбайдың атқа міндім шығармасынан үзінді, я? Ал екінші бүгін біздің өткен тақырыбымыз Алан Маршалдың «Мен де атқа міне аламын» атты шығармасы. Екеуінің айырмашылығы. Нені байқап тұрмыз? Біріншісінде Біріншісінде Аллах аяғын сындырмай қарап отырып шабып жүретін. Ал қазір ол Аллах аяғын сындырып алып, ақ атпен бірге жүр. Жақсы, солай. Не толқым, ауып кетпес үшін тартылатын артық тартпа. Артық тартпасы. Мынау жалпы ат әбзелдерінің нелері мыналар? Құрал, жабдықтары, я? Көрдік па біз? Жабдықтардың бір түрі жүрген ер тұрмақ әбзелі. Сағалдырып төбелеп арқылы мал лазым ырыққа көндіру үшін тағылады. Ер тоқым салғын өзенгі ердің екі қалпы қапталына қайыс бау
тұтас соқпаша болып келеді. Жақсы.